Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге әдетте DJB арнасы. Бүгін біз Акацки өрмекшілерге қарсы атты сюжетімізді ары қарай жалғастыратын боламыз. Бұл сюжеттің мақсатын видеоның соңында түсінетін боласыздар. Ендеше бастайық. Мадара Рёдан Акацки өрмекшілерге қарап тұр. Хантер ұйымының басшысының қолына не келетінін өрмекшілер біледі. Нетеродан шығып тұрған аурадан Акацки үлкен ауырлық пен өте қатты қорқынышты сезіп тұр. Ең мықты Хантер оларға қарап тұрып зерттеді және іштей былай айтты: "Күртешедегі балақайлар ненді қолданбайды." Нетеро оларға анықтап қарап, олар әдейі істемей тұрғанын білді. Егер олар әдейі істеп тұрғанда қорқынышты сезбейтін еді. "Не істейміз, басеке?" Короро үндемей жай ғана жымиды. Ол төбелеспе емес, жай ғана оқиғадан шығып кету жолын ойластырып тұр. Оны жеңе алмайтындарын түсініп тұр. Ол тым мықты. "Ей, шал! Сен кімсің? Сенен қорқынышты аура шығып тұр." "Бұл Айзек Нетеро, Хантер ұйымының президенті." "Президент не? Неткен бір түрлі сөз?" Хиданға Нетероның ең мықты Хантер екенін түсіндіріп берді. Нетеро Акацкиге қарап тұр, олардың кім екенін түсінбейді. Ол Мадараға қарап, Мадарадан күшті сезді, және де ол қандай күш екеніне қатты қызығып тұр. Короро Акацкиге қарап былай айтады: "Бізге күшімізді біріктіру керек. Тек солай ғана бізде мүмкіндік болады." "Балақай, расында да мені жеңуге мүмкіндіктерің бар деп ойлайсыңдар ма? Мен сені ақылды шығар деп ойлап едім." Хидан өзінің шалғысын алып былай айтады: "Ең мықты дейсіңдер ме? Осындай құрбандар ұлы жашинаға өте сәйкес келеді." Хидан Нетероға қарай секіреді, бірақ Нетеро қасында қимылдатпай жай ғана кішкене Нэннің бөлігін шашып жібереді. Хидан ұшып кетеді. Бұл күшке бәрі таң қалды. "Басқа әлемнен келсеңге өте әлсіз." Короро басқа әлемнен келді дегенде естіп ойланып қалады. Ол басынан ақ бізді аңдыды. Әйтпесе ол оның басқа әлемнен келгенін қайдан біледі? Осы сәтте Короро бір нәрсені түсініп, Нетероға сөйлейді: "Айзек Нетеро, біздің саған күшіміз жетпейді. Бәлкім келісеміз." "Келісейік? Сен маған не бере аласың? Өрмекші, сен бізді жібересің. Оның орнына мен саған ең мықты басқа әлемдікті көрсетемін." Мадара Коророға қарап ойланды. "Бұл жағдайдан шығып кету үшін мені қолданбақшы ма?" "Қызықты ұсыныс, бірақ мәселе мынада. Олар расында да мықты ма? Әлсіз болғаны соншалықты менің Нэнімнан қорғана алмай жатыр." Бұны естіген Мадара қатты ашуланады, және де чакраның кішкене бөлігін шығарып, жердің бәрін сындырып жібереді. "Тіліңді тартып сөйле, шал. Сенің бұндай сөздеріңді естіп тұра алмаймын." Короро Мадараға келіп былай айтады: "Барынша уақыт соз, Мадара. Мен бұл жағдайдан шығуға жоспар құрамын." "Уақыт созу? Мен бұдан да жақсы зат ойлап таптым." Мадара Кисамиге жақындап, оның самихадасынан чакрасын толтырып алады. "Ей, шал, менің түсінуім бойынша, бұл әлемде сені жеңе алатын адам жоқ." Нетеро Мадараға қарап былай айтады: "Балақай, сен тым өзімшілсің." Нетеро өзінің Нэнін Мадараға қарай шашады, ал Мадара болса өзінің чакрасы арқылы одан қорғанады. Әдеттегідей Рёдан Мадараның күшіне таңғалады. "Мен саған Учиха руының нағыз күшін көрсетемін." Нетеро іштей ойланады. Бұл жігіт жарады. Нэні болмаса да, Нэннен қорғанатын басқа күші бар екен. Нетеро және Мадара басқалардан алыстап, екеуі шайқасқа дайын тұрды. "Көңілімді қалдырма, балақай." Мадара алдыға қарай жүгіріп, Нетероға шабуыл жасауға шығады, және де ол чакрасын үнемдемей барынша шайқасқа дайын тұр. Ол Нетероға жақындап қалған кезде, оның қолының қимылын көреді. "Сен мақтауға лайықсың, Мадара. Бірақ та." Ең мықты Хантер Падхисатудың 100 қолын пайда қылып Мадараға шабуыл жасайды. Бұл өте жылдан болғаны соншалықты, Мадара қашып үлгермеді. Соққыдан Мадара ұшып кетіп, қабырғаға соғылды. "Бұл не бәле өзі? Жылдан болғаны соншалықты. Мен тек техниканы ғана көріп үлгердім." Мадара осылай ойларынан шыға алмай жатқан кезде, Нетеро оған қайтадан шабуыл жасайды. Бірақ та осы жолы Мадара күш шаңдарын қолдану арқылы өзін жасырады. "Бұл саған көмектеспейді." Нетеро өзінің Нэнін шығарады, және де ол өзінің аймағында не болып жатыр көре алады. Нэнді шығару үшін бірнеше секундтар қажет болды. Бірақ та бұл уақыт Мадараға үлкен алып отты шарды шығаруға жетті. Нетеро қатты таң қалды және бұдан қашып үлгерді. Бірақ шабуыл бұлмен аяқталып қойған жоқ. Оған бірнеше отты шарлар ұшып келе жатты, және Мадараның бірнеше клоундары. "Сенің күшің жылдамдықта емес пе, шал? Бірақ осы көптеген шабуылдардан қалай қашып құтыласың көрейік." Нетеро аспанға секіріп, Падхисатуды қолданып шарлар мен көшірмелерден құтылды. Бірақ нағыз Мадара оған жүгіріп жетіп алды. Нетерода жақын жерден жұдырықтасудан басқа амал жоқ. Екеуі жұдырықтаса кетті. Бірақ Шаринганның арқасында Мадара оның қимылдарын болжай алды. Ол Нетероға еркін қимылдауға мүмкіндік бермеді. Әйтпесе Падхисату оған қиындық тудырады. Олардың шайқасына қарап, Пейн шешімге келеді. "Сіз жылдам әрі мықтысыз, бірақ шабуыл аумағыңыз өте кішкентай.
тіпті шал әлсіреп қалды. Пейн аспанға ұшты. Сенің не ойлағаның бар, Пейн? Бұл шайқасты жеңу. Не үшін? Мадара онсыз да жеңіп жатыр. Бір көзі болмағандықтан әлсіреді, және ол бізді жіберетініне мен сенбеймін. Пейн Шинратын сейін қолданып, Нетероны өлтірмекші болды. Күте тұр, Пейн. Бізге абайлап қимылдау керек. Сырттан бақылап тұрған Айзен былай айтады. Өте керемет, чакра және нен. Маған нағыз керек күштер. Қараңғы жерден Мерлин пайда болды. Енді көңілің толды деп үміттенемін. Әрине, мен өзіме керекті байланыстарды алдым. Енді іске көшсек болады. Сен өз сөзінде тұрасың деп ойлаймын, Айзен. Әрине, чакра менен алғаннан кейін, маған жын патшасы ғана емес. Жан патшасы да қарсы тұра алмайтын болады. Айзен портал арқылы Нетеро мен Мадараның шайқасына қарап тұр. Саған қарыздармын, Мерлин. Сенің күшің өте керемет. Сенсіз бұл жоспарды орындау өте қиынға соғатын еді. Керек емес. Оданша Мерлин сөзін аяқтамай жатып, оларға үлкен алақан ұшып келді. Айзен және Мерлин таңғалып қалды, бірақ та Айзен одан қорғанып үлгерді. Мүмкін емес. Ол бізді қалай көрді? Бәлкім оған бұл үшін Нэн көмектесті. Айзеннің ойлағаны дұрыс. Нетеро Акацки мен Рёданды алыстан бақылап тұрды. Нэннің көмегімен Акацки және өрмекшілерді портал арқылы бақылап тұрған Айзенді байқады. Шал оның бір-бірлеріне қарсы қойғандарын түсінді. Мадара болып жатқан оқиғаға қарап бәрін ойластырды. Бұл шал. Ол басынан ақ не болып жатқанын білді. Нетеро Бодхисаттудың алақанын алып былай айтады. Бәлкім сендер шығасыңдар. Тығылудың мәні қалмады. Айзен, бұның керегі жоқ. Біз жай ғана басқа әлемге кете аламыз. Сфераны таба бер, Мерлин. Мен арғарай, чакра мен енді зерттегім келеді. Айзен мен Мерлин бөлініп кетті. Мерлин жұмбақ сфераны іздеуге кетті, ал Айзен осында қалды. Айзен порталдан шыққан кезде Куроро оны бірден таныды. Иә, соның дәл өзі. Оның киімі арқылы таныдым. Мадара ойланып қалды. Бұл жауға не керек деп. Ол уақытпен әлемдерде қыдырып жүре алады. Оның не ойлағаны бар екенін білу керек. Айзен Нетероға қарама қарсы тұр. Сіз мақтауға лайықсыз, Хантер ұйымының президенті. Сіз мені көре алдыңыз. Мақтауың керек емес, балақай. Сенің мақсатың не? Әлемдер арасында қалай жүрсің? Маған соны түсіндір. Ендеше келсек, егер маған соққы жасай алсаң, саған толықтай жоспарымды айтып беремін. Шарттарын неткен оңай еді. Менің көңілімді қалдырма. Нетеро өзінің Нэнін шығарып бәрін ұшырып жібереді, және осы жолы Нэннің күші өте үлкен болды. Айзен кішкене таңғалып қалды. Түсінікті, ол Мадараға қарсы барлық күшін қолданбады. Күшін одан да қауіпті жауға сақтап қойды. Нетеро Бодхисаттудың алақандарымен оған шабуыл жасайды, және Мадара мен төбелеске қарағанда ол жылдамырақ. Бірақ та Айзен Шумпоның көмегімен соққылардан қашады. Осы техниканың арқасында Шинигами жылдам қозғала алады, оны қолданушыға да байланысты, ал Айзен топтардың бірі болғандықтан оның қолынан бұл оңай келеді. Қысқасын айтқанда, Бодхисаттуды қолдану арқылы Нетеро Айзенге шабуыл жасайды. Ол шабуылдардан оңай қашуда, бірақ та Айзен оған шабуыл жасамайды. Ол Нэнді зерттеп жатыр. Мына жігіт, мені байсалды қабылдамай жатыр. Мен сінбей тұр. Бұл тіпті жақсы. Нетеро өзінің Нэнін шабуыл ретінде қолданды, және де бұл іске асты. Оның басып тастайтын Нэні Айзенді бірнеше секундқа тоқтатты. Осы уақыт оған жеткілікті болды. Нетеро Айзенді алақандарының ортасына ұстап алды. Қазір, бұл мүмкіндік. Хантер өзінің 0-ші алақанын қолданып Айзеннің көзін жоймақшы болады. Бірақ та Айзен Нетероның алдынан пайда болды. Ол Нетероның әдісі, яғни екі алақаннан шыға алды. Айзен Кёко Сугетсуды қолдану арқылы Нетероны тоқтатты. Жарайсың. Сен маған соққы жасай алдың. Уәде бергенімдей, өз жоспарымды айтып берейін. Жоспарым өте қарапайым. Осы әлемдегі барлық Нэнді алу. Сендерді бір-бірлеріңе қарсы қойғаным. Нэн мен чакраның күшін білу. Қысқасын айтқанда кішігірім зерттеу. Нетеро қатты таңғалды. Егер Нэннің бәрін алатын болса, адамдардың бәрі қырылып қалады. Өйткені Нэн адамдардың өмірлік энергиясы. Саған бұны істеуге жол береді деп ойлайсың ба? Өкінішке орай сен мені тоқтатуға өте әлсізсің. Айзеннің айтып тұрғаны толықтай дұрыс. Оның күші мүлде басқа дәрежеде. Кёко Сугетсу арқылы Нетероның басын айналдырып кетіп қалмақшы болады, бірақ алдынан Мадара пайда болды. Осындай заттар істегеннен кейін, расында да мен сені жібере салады деп ойладың ба? Көтіңді қыс, Мадара. Қызық, сен маған не істей аласың? Сен шалды да жеңе алмадың. Тіпті ол шал бар күшін қолданған да жоқ. Таптым. Егер де шалды жеңсең, бәлкім сен мен шайқасып қалармын. Айзен телепорт жасаған сияқты Мадараның артынан пайда болып арғарай кете берді. Нетеро Мадара және қалғандармен шайқасуға дайын тұрды, өйткені оның миын улап кетті. Куроро Мадараға қарай жақындады. Ана жігіт кенжитсуды қолданатын сияқты.
Шаринганның күшін қолдану керек. Шалды генжутсудан шығару үшін. Мадара мен Куророға Итачида жақындады. Мадара, мені тыңда. Мадара Итачиға қараған кезде оған Сукиомиді қолданады. Бұл нені білдіреді? Не ойлағаның бар? Итачи ентігіп қалды, өйткені ол Цукиомиді екінші рет қолданып тұр. Оның запас чакрасына қарайтын болсақ, ол үшін бұл өте қиын. Мен саған осы әлемнің күшін үйреткім келеді. Ол Нэн деп аталады. Итачи Мадараға Нэннің не екенін, кім үйреткенін толықтай айтып береді, және де өзінің Цукиоми күшінде. Өте керемет жұмыс жасадың. Дәл Учихадан күткенімдей. Шын әлемде 1 секундта өткен жоқ, ал Куроро оның не айтқысы келгенін түсінбеді. Өйткені ол ештеңе айтқан жоқ. Мадара мен Итачи 1 секундтың ішінде қайтадан өздеріне оралады, және де Итачи екінші рет қолданғандықтан қатты ентігіп тұр. Сәл демалып ал, сен лайықтысың. Мадара өз қолына қарады. Көрейік. Егер де ұмытпасам, былайынан істеу керек. Мадараның денесінен үлкен мөлшерде Нэн шығады. Куроро мен Итачи одан ұшып кетеді. Мадараның аурасы Нетероның аурасымен бірдей болды. Итачи өзінің Цукиомиін шыдай алғанша ұзаққа қолданды. 1 айдан көп ол Мадараны жаттықтырды, және жаттығулардың нәтижесі осы. Мадара Нэнді үлкен дәрежеде үйрене алды. Дәл менің ойлағанымдай, Нэнді чакраның орнына қолдануға болады. Керемет сезім! Мадараның жаңадан күш алып, ол жан-жақты мықты болғанын Айзен де сезді. Бірақ та оның уақыты жоқ, өкінішке орай ол жай ғана кетіп қалды. Мерлин Айзен бұйырған сфераны тауып алып келеді. Нэн мен чакраның біріккен күші. Бұл өте үлкен күшті береді. Егер оны Ряцумен біріктірсем, қандай күш аламын, тіпті елестетудің өзі қорқынышты. Бұл күш менікі болады. Мерлин сфераны Айзенге береді. Саған керек зат осы деп үміттенемін. Ақыры жеттім, сфера Джамба. Мен бұл арқылы бүкіл әлемнің күштерін біріктіріп, өзіме ала аламын. Сосын олар біртүрлі жерде пайда болды. Жылдам іске кірісеміз. Айзен Джамба арқылы әр әлемнің күшін сора бастады. Нақтысын айтқанда, Хантер әлемі, Наруто әлемі, және 7 кісемсер күні әлемін. Мерлин оның әлемінің де күшін алып жатқанын көріп, қатты таң қалды. Сен не істеп жатырсың? Менің әлемім жайла. Біз келіскен жоқпыз. Ботам менің. Елестетіп көрші, сенің күшің осындай болса, мен қандай күштерді ала аламын. Бірақ менің әлемімдегі сиқырдың бәрі жоғалып кетеді. Дұрыс айтасың, және де мен осылай жындар патшасын оңай жеңе аламын. Біз олай келіспедік. Неге? Мен саған жындар патшасын жеңемін деп уәде бердім. Бұл уәдемде тұрамын. Ал ары қарай не болады? Маған қызық емес. Сайтан алғыр сілімтік. Енді не істемекшісің? Мені тоқтатып көресің бе? Бірақ сенің күшіңмен бұл мүмкін емес деп ойлаймын. Мерлин ашуланып, өз әлеміне телепорт жасап кетеді. Ол бәрін күнәһарларға айтып бергісі келеді, бірақ олар күмәндануы мүмкін. Сондықтан өз шешкісі келеді. Бірақ та оған қол ұшын созатын, оған бас зарпайтын бір адам бар, және ол оған барады. Осымен екінші бөлім аяқталады. Келесі бөлімде Мадараны көресіздер, Нэн мен чакраны қолданып төбелеседі. Бұл сюжет барлықтарыңызға ұнады деп ойлаймын. Бұның жалғасы бар. Ендеше жалғасын көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі бөлім жақын арада шығатын болады. Сіздермен бірге болған әдетті IDJB арнасы. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі бөлімде көріскенше.